Сәлеметсіздер ме бәріңізге? Тағы да фильм қысқаша мазмұндарымен қайта оралдым. Бұл видеода 2007 жылғы психологиялық қорқынышты фильмдердің бірі 1408 фильмін қысқаша баяндаймын. Сюжетке кіріспес бұрын, баршаңызға жақсы, тамаша күн тілеймін. Енді тікелей сюжетке көшейік. Фильм жаңбырлы түнде басталады. Бас кейіпкер Майк қонақ үйге келеді. Қонақ үй иелері оны ынта-жігермен қарсы алады. Иелері оған осы жердің тарихын айтып береді. Көп жыл бұрын бір әйел осында өз-өзін асып өлтірген және содан бері қонақ үйде паранормаль құбылыстар басталған. Содан кейін олар Майкқа шатырдағы ең қорқынышты бөлменің кілтін береді. 1408 бөлме. Майк бөлмеге орналасып түні бойы бірдеңе болуын күтеді. Бірақ ештеңе болмайды. Бөлме қарапайым, әдеттегі бөлме болып шығады. Келесі күні біз Майктың оккульттік тақырыптағы автор екенін білеміз. Ол қорқынышты, жын-перілі жерлер туралы кітап жазады. Ол кітап дүкенінде қол қою рәсіміне барады, бірақ тек 4 адам ғана келеді. Әңгіме барысында Майк өзі көптеген қорқынышты жерлерде болғанын, бірақ ешқашан паранормаль құбылысқа тап болмағанын және тіпті елестерге сенбейтінін айтады. Бірнеше сағаттан кейін Лос-Анджелесте тұратын Майк жағажайға серфингке барады. Бірақ ұшып бара жатқан ұшаққа назары ауып, алдынан келе жатқан үлкен толқынды байқамай қалады. Толқын оны қатты сүйреп әкетеді, суға батырып, ақырында жағаға шығарады. Жағаға бір адам жүгіріп келіп көмектеседі. Аяқтанып болған соң Майк пошта бөлімшесіне барып, хаттарын алады да кафеге кіреді. Хаттарды қарап отырып, кенеттен Далфин қонақ үйінен, Нью-Йорк келген анонимді ашық хатты көреді. Онда қорқынышты ескерту жазылған. 1408-ге кірме. Майк мұны тек сынақ ретінде қабылдайды да, қонақ үйге қоңырау шалып, 1408 бөлмені брондауға тырысады. Бірақ қабылдаушы суық дауыспен бөлме ешқандай күнге бос емес деп айтып, телефонды қатыгездікпен тастайды. Қызығушылықпен Майк интернеттен қонақ үй туралы іздестіреді және бірнеше жұмбақ өлім оқиғаларын табады. Келесі күні ол өзінің редактормен сөйлеседі. Редактор заңгермен байланыстырады. Заңгердің айтуынша, егер бөлме бос болса, қонақ үй оны беруі керек, әйтпесе кемсітушілік үшін сотқа берілуі мүмкін. Редактор Майктан шынымен Нью-Йоркке қайта барғысы келе ме деп сұрайды, өткендегі оқиғаға байланысты, бірақ Майк ешкімге келетінін айтпайтынын айтады. Бірнеше күннен кейін Майк Далфин қонақ үйіне келеді. Қабылдаушы оны күтіп тұруды сұрап, менеджерді шақырады. Көп ұзамай менеджер Джеральд келіп, 1408 бөлмеге орналаспаудың орнына пентхаустың люкс бөлмесіне тегін ауыстыруды ұсынады. Майк бас тартады. Сондықтан Джеральд оны кабинетіне шақырып, жеке сөйлесуді ұсынады. Онда $800 тұратын ескі коньяк бөтелкесін пара ретінде ұсынады. Майк тағы бас тартады. Джеральд бөлмеде ешкім 1 сағаттан артық өмір сүрмегенін айтады. Майк мұны бос сөз деп есептеп, өзінің әңгімесі қонақ үйге тегін жарнама болатынын айтады. Содан кейін Джеральд қонақ үйде болған бірнеше қайғылы өлім оқиғаларын, өз-өзін өлтірулер айтады, бірақ газеттер жазбаған 22 табиғи өлімде болғанын қосады. Жалпы қонақ үйде 56 өлім тіркелген. Ол Майкқа барлық мәліметтері бар файлды береді және кеңсесіне кіріп, қалағаны туралы жазуға рұқсат етеді, тек 1408-ге кірмеуін өтінеді. Майк қымбат ішімдікті алады, бірақ бөлмеге кіруден бас тартпайды, өйткені елестерге де, Құдайға да сенбейді. Еш ойын өзгерте алмайтынын түсінген Джеральд ақыры кілтті береді және елестер емес, бөлменің өзі зұлым екенін айтады. Олар лифтпен 13 қабатқа көтеріледі. Майк бөлме лас болуы керек деп ойлайды, бірақ Джеральд оны айына 1 рет есік ашық тұрып, 2 қызметші қадағалап тазалайтынын, ешкім 10 минуттан артық тұрмайтынын, бірақ кейде апаттар болатынын айтады. Бірнеше жыл бұрын қызметші әйел ваннада бірнеше минутқа қамалып қалады. Оны тапқанда қайшымен өз көзін ойып алып, истерикалық күліп тұрған екен. Лифт тоқтайды. Джеральд бұдан әрі бара алмайтынын, соңғы рет Майктың ойын өзгертуді өтінеді. Бірақ Майк келісім бермейді. Майк дәлізбен жүріп, 1408 бөлмеге жетеді. Көрші бөлмеге әйелмен нәресте кіріп жатқанын көреді. Бөлмеге кіргенде өте таза әрі қарапайым екенін байқайды, күткен қорқынышты жер емес. Ол диктофонын алып тәжірибесін жаза бастайды. Менеджер оны бекер қорқытқан.
Бөлмені аралап жүріп, тірі қалған заттарды табады. Жуынатын бөлмеге кіріп, дәретхана қағазын пайдаланады. Терезеден шығатын қатты шуылды естиді. Кенет бөлмедегі радио қосылып, The Carpenters тобының We've Only Just Begun әні ойнай бастайды. Майк жастығында 2 шоколадты көреді, біраз бұрын болмаған. Оны Джеральдтың әзілі деп ойлап, шоколадты жей салады. Жуынатын бөлмеге қайта кіргенде өзі жыртып алған дәретхана қағазы қайтадан мінсіз бүктелген күйде тұр. Радионы өшіреді, шкафты, айналаны тексеріп, біреу жасырынып тұрма деп қарайды, ешкім жоқ. Кенет қатты ыстық сезіледі. Термостат істен шыққан. Фронт-дискке қоңырау шалады. Қабылдаушы бірден: «Қазір шығасыз ба?» деп сұрайды. Майк термостаттың бұзылғанын айтады. Қабылдаушы біреуді жіберетінін уәде етеді. Күтіп отырып, ультракүлгін шаммен қабырғаларды тексереді, бұрынғы құрбандардың қаны мен іздері көрінеді. Техник келеді, бірақ бөлмеге кіруден қорқып, есік алдынан нұсқау береді. Майк солай істеп термостатты жөндейді. Содан кейін ішімдік ішпек болады. Кенет радио қайта қосылып, 60 минуттық кері санақ бастайды. Жоғары дыбысты шу естиді. Терезеден қараса, көше шуы жоғалып кеткен. Кенет терезе қатты жабылып, қолы жараланады. Жуынатын бөлмеге барып, қанды жуғысы келеді, бірақ краннан қайнаған су ағады. Қолын одан да қатты күйдіреді. Сүлгімен жауып көреді, болмайды. Раковинаны теуіп, ақыр соңында су тоқтайды. Бөлмеге қайтып, жараны таңады. Радио қайтадан сол әнді ойнайды. Радионы ажыратады, бірақ кері санақ тоқтамайды. Қабылдаушы қоңырау шалып, сэндвичке 10 минут кешігу бар деп айтады. Майк ештеңе тапсырыс бермегенін, жеткілікті болғанын, шыққысы келетінін айтады. Бірақ қабылдаушы оны менеджерге қосамын деп байланысты үзеді. Ашуланып, сөмкесін алып шықпақ болады, есік ашылмайды. Тұтқасы сынғанша теуіп ұрады. Есіктің тесігінен қараса, сырттан бір көз қарап тұр. Қатты шошып кетеді. Терезеден айқайлап, көрші ғимараттағы адамның назарын аударады. Полиция шақыруды өтінеді. Бірақ ол адам Майктың қимылын қайталай бастайды. Көп ұзамай ол Майктың өзі екенін түсінеді. Ал екінші Майкты артынан біреу шабуылдап жатыр. Майкты да қорқынышты фигура шабуылдайды, бірақ ол бірден жоғалады. Кейін шамды терезеден лақтырып, біреудің назарын аудармақ болады, шам ауада жоғалып кетеді. Содан кейін қорқынышты дауыс естіледі. «Әке, қайдасың?» деп қыз бала айқайлайды. Майк жазуды жалғастырып, ішімдік немесе шоколад арқылы есірткі берілген шығар, бәрі галлюцинация деп ойлайды. Бірақ түнгі түс одан сайын қорқынышты бола түседі. Теледидар қосылып, Майктың әйелі мен қызы түскен видеоны көрсетеді. Ол қатты эмоционалды болады. Видео аяқталған соң бөлмеде бұрынғы құрбандардың елестері пайда болады. Ваннада мүгедек арбасындағы кәрі адамды көреді, ол әкесі болып шығады. Көп ұзамай жоғалады. Майк бәрі шынайы емес, түс шығар деп жазады. Кенет қабырғада үлкен жарық пайда болып, қан ағады. Қонақ үйдің қабат жоспарын қарап, терезеден шығып, көрші бөлменің терезесіне жетуге тырысады. Бірақ барлық терезелер жоғалып кеткен. Қайтып келгенде әйел елес оған шабуыл жасайды, бірақ ол өзін терезеден лақтырып жібереді. Майк үлгеріп қайта кіреді. Жоспарда енді тек 1408 бөлме ғана ортада тұр. Есік пен терезе алдында кірпіш қабырға пайда болады. Ауа қатты суытады. Бұл оның ауру қызы Кэти мен әйелі Лилимен болған аурухана естелігін есіне түсіреді. Термостат одан сайын суытады. Майк жылынуға тырысады, бірақ байланыс жоқ. Сөмкесіндегі ноутбукты есіне алып, Лилиге видео қоңырау шалады. Лили бір жылдан кейін хабарласқанына таңғалады, олар көптен бөлек тұрған. Майк өзін 1408-де қамалып қалғанын, көмек шақыруын өтінеді. Бірақ Лили оның Нью-Йоркте екеніне ашуланады. Майк жағдайдың шұғыл екенін түсіндіруге тырысады. Сол кезде спринклер іске қосылып, су ноутбукты зақымдайды, байланыс үзіледі. Майк спринклерді тоқтатады да, желдеткіш құбыр арқылы қашпақ болады. Біршама жорғалап көрші бөлмеге жетеді, онда ана мен нәресте. Олар өткендегі Лили мен Кэти болып шығады. Алға жылжиды.
Кенет әкесімен қатты ұрсып жатқан көрініске тап болады. Әкесі қызы өлген соң Лилиді тастағаны үшін сөгеді. Майк елемей алға жылжиды. Алдында өрмекпен жабылған қорқынышты мәйіт жатыр. Мәйіт қозғалып қуа бастайды. Майк оны теуіп қайта 1408-ге оралады. Ішімдік ішіп, Библияны ашады, барлық беті бос. Қызының ауру кезінде Лилидің оған Құдай мен жәннат туралы айтқанын есіне алады. Майк әйелінің қызына фантазиямен емес, күресуге үйрету керек деп ашуланған еді. Қазір температура одан сайын төмендейді. Майк бұрынғы құрбандардың файлдарын жағып, от жағады. Диктофонға жазуды жалғастырады. Кенет ноутбуктан Лилидің дауысы естіледі. Полиция шақырған, бірақ 1408-ге кіргенде бөлме бос болған. Лили 15 минутта жететінін айтады. Бірақ таймерде 2 минут қана қалған. Кенет экранда басқа Майк пайда болып. 15 минут өте жақсы дейді. Майк бөлме Лилиді қазір тартып жатқанын түсініп, келмеуін жалынғанша жалбарынады. Байланыс үзіледі. Кенет бөлмені қатты діріл шайқайды. Барлығы қирайды. Кеме бейнесі бар картина тіріліп, Майк теңіздегі дауылда қалғандай сезінеді. Қабырғалар жарылып, су ағады. Кенет ол бұрынғы серфинг апаты болған жағажайда оянады. Бірден ауруханада оянады. Лили оны қарсы алып, апат болғанын айтады. Майк 1408-де болғанның бәрін айтады. Бірақ Лили ол ешқашан Нью-Йоркке бармағанын, бәрі түс болғанын айтады. Ауруханадан шығып, кешкі асқа барады. Лили оған осы тәжірибе мен Кейти туралы жазуды ұсынады. Майк келіседі, бірақ Лили одан қайта бірге болуды өтінгенде бас тартады, өткенде жүрегін жаралаған. Келесі күні поштадан хат алады, Далпын қонақ үйінен ештеңе жоқ. Құрбандар туралы қайта іздегенде, олардың өлімі әртүрлі және бөлмемен байланысты емес екенін біледі. Майк бәрі түс болды деп шешіп, тәжірибесі туралы жаза бастайды. Бір күні қарттар үйіне барып, әкесімен татуласады. Рукописті аяқтап, поштаға жіберуге барады. Бірақ қызметкерлер жабық деп айтады. Кенет ол қызметкер 1408-дегі менеджер екенін байқайды. Артында басқа қызметкерлер де қонақ үй персоналы болып шығады. Олар поштаны қиратып, ішінен 1408 бөлме шығады. Майк қирандының ішінде қызы Кейтиді көреді. Ол қалтырап көмек сұрайды. Майк оны шынайы емес деп ойлайды. Бірақ Кейти оны жақсы көретінін айтып, құшақтасады. Көп ұзамай қызы қолында қайтыс болады. Радио қайтадан әнді ойнайды. Кейти шаңға айналады. Қайғы мен ашуға толы Майк бөлменің қалған бөлігін талқандайды. Кері санақ аяқталады. Бөлме қайтадан таза күйге келеді. Содан кейін радио қайтадан 60 минуттық кері санақты бастайды. Телефон қоңыраулатып, әйел дауысы 1 сағатты қайта өмір сүруге немесе жедел шығу жүйесін пайдалануға болатынын айтады. Майк бөлмедегі арқанмен өзінің ілініп тұрған көрінісін көреді, бұл өз-өзін өлтіру арқылы шығу дегенді білдіреді. Бірақ Майк бас тартпайды. Оператор әйелі 5 минуттан кейін келетінін ескертеді. Майк олардың Лилиді ала алмайтынын айтып, телефонды іліп қояды, телефон еріп кетеді. Егер құласа, бөлмені де өзімен бірге алып кететінін айтады. Қымбат ішімдікті Молотов коктейліне айналдырып, бөлмені өртеп жібереді. Диванда отырып темекі шегеді. Өрт дабылы қосылып, қонақ үй эвакуацияланады. Лили сыртқа жетеді, бірақ өрт сөндірушілер оны кіргізбейді. Бөлмеде спринклерлер өртті сөндіреді. Майк күл салғышты терезеге лақтырады. Кенет оттегінің кіруінен қатты жарылыс болады. Лили терезеден от шарлары шығып жатқанын көреді. Майк диван астына тығылып күледі. Көрініс Майктың жерлеу рәсіміне ауысады. Ол Кейтидің қасына жерленеді. Джеральд келіп көңіл айтады. Лилиге қара жәшік береді, Майктың заттары. Лили бас тартады. Мен оны осылай еске алғым келмейді. Джеральд оның бекер өлмегенін, қонақ үйге үлкен қызмет еткенін, 1408 енді ешқашан ашылмайтынын айтады. Джеральд машинасына отырып, Майктың диктофон жазбасын тыңдайды. Кенет Кейтидің дауысы естіледі. Әке, неге мені жақсы көрмейсің? Деп сұрайды. Джеральд артқы көрініс айнасына қарайды.
Соңғы көрініс өртенген 1408 бөлменің қалдықтары. Майктың елесі терезеден темекі шегіп тұр. Қызының дауысын естіп есікке қарай жүреді. Фильм осы жерде аяқталады.